Ассалаумағалейкум. Бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода прихожкаға тумбочка жасайтын боламыз. Кеше бір кісі осындай екі оюланған ағаш алып келді. Осы екі ағашта тумбочканың алдыңғы екі аяғы қылып жасасаңыз, қалған арт жақтары ламинаттан болсын деді. Енді мен мына материалды мөлшерлеп кестірттім. Себебі дәлме-дәл қылып өзім кесу керекпін. Енді осы екі аяқты алдына келтіретін болам. Бұлай жасауының себебі өзінің үйіндегі мебельдерінің аяқтары осындай екен, соған сәйкестендіріп жасатпақшы екен. Мінекей тумбочканы жасап болдым. Кесетін жерлерін түсірген жоқпын, себебі сіздердің уақыттарыңызды алғым келген жоқ. Оның есесіне сіздерге пайдалы кеңестер бере кеткім келеді. Мысалға, осындай тумбочка жасайтын болсаңыздар, неге мән беру керек? Мінекей қазір тумбочкамыздың беті мына жанынан 2,5 сантиметрге шығып тұр. Оның себебі мына астыңғы узорымызбен мына аяғымыздың қырының ара қашықтығы 2,5 сантиметр. Яғни бұл тумбочка екі шкафтың ортасына келіп тұрғандықтан мына жеріміз ашық болып қалмау керек. Егер де мына бетін жанымен тура кесіп тастайтын болсам, онда мына жеріміз ашық болып қалады. Енді қазір осы тумбочканың бетінің қыры тура осы узормен бірдей болып тұр. Енді алдыңғы жағында 2,5 сантиметрге шығардым, яғни симметрично болу үшін. Егер де сіздерде сондай жағдай болып жатса, соғанда мән бере кетіңіздер. Арт жағын осылай тұтастай ламинаттан жасадым. Астыңғы жағын барын кромкілеп, екі пятка қойдым. Енді мына арт жағының бетінде 2,5 сантиметрге шығаруға болар еді, жаңағыдай плинтустың қалыңдығындай. Бірақ ол кісілер плинтусты алып тастаймыз дегеннен кейін арт жағын шығармай осылай тегіс қылдым. Енді мына жерде конферматтың беттерін жапқан жоқпын, себебі бұның үстіне поролон салып, үйдің иесі жаңағыдай өзі материалмен қаптап алады, және де киім ілетін жерінде өзі жасап қаптап алатын болады. Тек қана мен мына оюлардан шапка қоятын жерін ғана жасап беретін болам, жаңағыдай киім ілгіштерін іліп, ал қалған жерлерін өздері жасайтын болады. Енді тағы бір айта кететінім, мінекей мен мына жерде қосымша рейк салып қойдым, жаңағыдай топсаға. Себебі жаңағыдай ножкамыз қысқа болғандықтан, жаңағыдай топсаны бекіту үшін осылай рейк салдым ішінен. Егер де сіздер осылай жасасаңыздар, сіздерде осылай рейк салатын боласыздар. Өйткені мына ара қашықтығы аз болғандықтан топсамыз қалған екі шұрыбы ілінбей қалады. Енді сіздерге барлығын айтып болдым деген ойдамын. Егер де сіздер осылай жасайтын болсаңыздар, осындай аяқтарға тапсырыс беруге болады екен. Жаңағыдай мынандай узорлар болсын, осындай узорлардан өздеріңіз таңдап, өздеріңізге осылай жасауға болады. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.